Мектеп оқушысы арба сүйреп, шамбағып жүр. Осы аптада әлеуметтік желіде 7 жасар баланың базарда ағаш телген арбамен жүрген видеосы көпшіліктің жүрегін елжіретті. Бейне жазбадан бұғанасы қатпаған ұлдың күйбең тіршіліктен шаршаған байқауға болады. Балақайды білдіртпей түсіріп алған тұрғын әңгімеге тартыпты, артынан ерген інісі де бар көрінеді, анасы бар, бірақ екі ұл әкесінің тәрбиесінде болған, тіпті қатарластар секілді білім алуға да мүмкіншілігі жоқ екен. Кім қалайды? Әкем, інім бар. Інім бесіме жеттім. Мектеп оқымайсың ба? Документ жоққан. Автордың астыртын түсірген видеосын қалың көрермен редакциямызға жіберіп, мән-жайды анықтауымызды өтінді. Бізде бей-жай қарап қала алмадық. Видеодағы көрініс бізге де қатты әсер етті. Көз қарақты қарашаның өтінішімен жағдайдың анық-қанығын білгіміз келіп, Түркістан облыстық білім басқармасына хабарластық. Аталған мәселені Түркістан облыстық білім басқармасы бірден назарға алды. Қазіргі таңда балалар қауіпсіз жағдайда, олардың денсаулықтары да, көңіл күйлері де жақсы. Білім бөлімі тарапынан арнайы мамандар барып, балалармен тілдесіп қайтты. Жағдайлар жақсы. Басқарма тарапынан осы Түркістан облысының әлеуметтік қызметтерге мұқтаж балаларды қолдау орталығы бар. Сол орталыққа балаларды уақытша жатқызу бойынша қаулы шықты. Балалар қазір сонда қауіпсіз жерде. Бұдан бөлек жауаптылар балалардың құжаттарын қалпына келтіру бойынша жұмыс атқарып жатқандарын жеткізді. Қара жұмыстың жетегінде жүрген ойын баласы көп ұзамай мектепке барады дейді өңірдегі білім басқармасы.